Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздермен бала кезімізден сүйіп жейтін, әр келіншектің қолынан келетін қытырлақтың, вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл барлықтарыңыздан қолыңыздан келеді. Менің рецептімен жасайтын болсаңыздар, дәл үстіне хрустящий болып шығады. Ендеше қыздар, бізге керегі 5 жұмыртқа, май, қант және ұн керек болады. Осылай жұмыртқаны, майды, сливочный маслоны және қантты қосып бұлғап аламыз жақсылап. Содан кейін миксерлеріңіз болса, миксермен араластырыңыз. Менде осындай миксер өте ыңғайсыз, сол себептен екі қолмен ұстап тұрмын. Бір келкі болғанша осылай жасайсыздар. Содан ұнды бірден қосып жібермейсіздер. Бөліп қоссаңыздар, керемет хрустящий болып шығады. Міне қараңыздар. Бөліп ұнды қостым. Міндетті түрде бөліп қосыңыздар. Бір келкі болды. Енді біздер деген вафельницамызды біріншісін осылай қағазды майлап алдым да, 1 рет қана майлап шықтым, болды. Осымен барлық вафлиді пісіріп шығатын боламын. Бір үлкен қасықпен салсаңыздар болды. Міне дәл осындай орап әдемі форма жасайсыздар. Бала кезімізден сүйіп жейтін вафлиіміз ғой біздің. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, дәл сол бала кезгі дәм сезетін боларсыздар. Қолымызбен қысып тұрамыз, бармызша. Міне менде дайын болды. Қараңыздар. Керемет. Оп-оңай, жеп-жеңіл жасалады. Қонақтарыңыз да риза болады, балдарыңыз да риза болады. Өзіңізге де ұнайды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Рахмет.